Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге өте керемет витаминге бай сорпаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдыменен біз ноқатты дайындап аламыз, яғни біз түнге 8-10 сағат уақыт аралығында ноқатты суға салып қоямыз. Егер түнде жасап үлгермеген болсаңыздар, сіздерге мына әдісті ұсынамын. Қажетті мөлшердегі ноқатымызға жылы су құйып, жарты шай қасық ас содасын қосып, 1-2 сағатқа тұндырып қоямыз. 1 сағаттан кейін біздің ноқатымыздың суы азайып, осындай күйге енеді. Ендігі кезекте біз сорпамызды дайындай берсек болады. Сорпамыз дәмді болып шығу үшін еттің сүйекті бөлігін алуға кеңес беремін. Қазанға етті салып, жақсылап жуып аламыз да, отқа қойып, қайнатып аламыз. Сорпамыз қайнаған уақытта осындай көбіктер пайда болады. Осы көбіктерді уақытылы алу өте маңызды. Себебі алмаған уақытта біздің сорпамыз қатты қайнап кетсе, сорпаның түсі әдемі болмай шығуы мүмкін. Сорпаның бетіндегі көбігін толықтай алып болған соң, суда тұндырылған ноқатты салатын боламыз. Ал енді сорпаны ноқатымыз толықтай дайын болғанға дейін орташа отта қайнатамыз. Ендігі кезекте сорпамызға көкөністер қосатын боламыз. Ең бірінші сорпамызға біз пияз қосатын боламыз. Пиязды жуып, жақсылап тазалап алып, видеода көрсетілгендей турап аламыз. Ал енді дайындап алған пиязды сорпамызға қосатын боламыз. Дәміне қарай тұз бен дәмдеуіштерді қосуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің сүйікті дәмдеуіштеріңізді қолдансаңыздар болады. Сорпамыздың түсі әдемі болып, қызыл түске енуі осы лечо салатымызда деп айтсақ та болады. Негізінен балғын, көкөністерді қолдансаңыздар да болады. Бірақ қыс мезгілі болғандықтан мен осындай салат қосуды жөн көрдім. Кез келген балғын көкөніс түрін қоссаңыздар болады. Қызанақ, сәбіз, картоп. Маған ғана солай көрінетін шығар, бірақ қыс мезгілінде көкөністер жаз мезгіліндегі сияқты дәмді бола бермейді. Сол себепті де мен осы лечо салатын қосып, сорпама ерекше дәм қостым. Сонымен қатар, бұл сорпа өте тойымды сорпаның бірі болып табылады. Әрі жасалу жолы да қиын емес. Және де суық күнде адам ағзасына өте пайдалы сорпаның бір түрі. Сорпа неғұрлым көп қайнайтын болса, соғұрлым дәмдірек болып шығады. Мен ноқат толықтай жұмсақ болып піскенге дейін 5-6 сағат уақыт аралығында қайнаттым. Көріп тұрғандарыңыздай сорпамыз әдемі қызыл түске еніп, суы азайып, жақсы қайнағаны көрініп тұр. Демек, біздің сорпамыз толық дайын болды. Міндетті түрде менің рецептім бойынша сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі ерекше болып шығатын ноқат сорпаны дайындап көріңіздер. Достар, егер сіздерге менің рецептім ұнаған болса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Өз қалауларыңызша тамақты ұсынардан алдын аскөк, көк пияз немесе ақжелкен қосып ұсынсаңыздар өте әдемі көрінеді. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын. Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді әрі өте ерекше тағамның рецептісімен бөліскім келіп тұр. Бұл тағамды міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Толық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінен көре аласыздар. Бұл тағамға видеода көрсетілгендей еттің жұмсақ жерлерін алғандарыңыз дұрыс. Себебі бұлар өте дәмді, езіліп, ауызда еритін болып пісіп шығады. Турап алынған еттерімізді осылай ыдысымызға орналастырып шығамыз. Ыдысымызға ешқандай май құюдың немесе сары май жағудың қажеті жоқ. Жай ғана осы таза ыдысқа етімізді орналастырып шығамыз.
Ал келесі кезекте біз пияз қосатын боламыз. Пиязды міндетті түрде видеода көрсетілгендей турап қосу шарт емес. Өздеріңізге қандай форма ыңғайлы, сол формада кесіп алып қоссаңыздар болады. Дайындалу жолы да өте оңай, әрі көп уақыттарыңызды алмайды. Турап алынған пиязды осылай етіміздің бетіне қойып шығамыз. Негізі бұл тағамда пияз өте көп болса, тағам да өте дәмді болып шығады. Сондықтан көбірек қоса берсеңіздер де болады. Ал ендігі кезекте біз сары майды турап аламыз. Сары майды осындай кішкене бөліктерге бөліп алыңыздар. Сонымен қатар бұл тағамға сары майдың 82,5%-ын қолдануға кеңес беремін. Дәл видеода көрсетілгенде сары майды пияздың бетіне орналастырып шығамыз. Ал ендігі кезекте біз су қосатын боламыз. Ал енді ыдысымыздың қақпағын жауып, 1 сағат уақыт аралығында тағамымызды баяу отта пісіріп аламыз. Бұл уақыт аралығында мен гарнирге картоп қайнатуды жөн көрдім. Ал сіздер кез келген гарнир түрін қолдансаңыздар болады. Өздеріңізге қайсысы көбірек ұнайды, сол гарнирді дайындап қойсаңыздар болады. Баяу отта сары маймен бұқтырылған еттің кез келген гарнир түрімен үйлесіп кететініне сенімдімін. Енді үкіштің көмегімен сарымсақты майдалап өткізіп аламыз. Пышақтың көмегімен де турап алуға болады. Өздеріңізге қай тәсіл ыңғайлы, сол тәсілді қолдансаңыздар болады. 1 сағат уақыт өткен соң біз дәміне қарай тұз, қант, сірке су және сарымсақты қосатын боламыз. Тағы да ыдысымыздың қақпағын жауып, ары қарай 30-60 минут уақыт аралығында тағамымызды бұқтыратын боламыз. Міне біздің тағамымыз да дайын болды. Дәмді болып шыққаны видео арқылы да көрініп тұр деп ойлаймын. Міндетті түрде сіздер де дәл осы тағамды жасап көріңіздер. Бұл тағамды қонақ күтер алдында дайындасаңыздар да болады. Өте көп мөлшерде дайындап, қонақтарды қуантып, осындай ерекше тағаммен ұялмай күтіп алсаңыздар болады. Егер сіздерге мен ұсынған рецепттер ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдыруларыңызды сұраймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге нағыз көктем мезгілінде дайындалатын салат түрін дайындайтын боламын. Бұл салат витаминге өте бай салаттардың бірі болып табылады, сонымен қатар дайындалу жолы да өте оңай. Ең алдыменен бізге қажетті ингредиенттердің барлығын дайындап аламыз. Қияр, редиска, аскөк барлығын жақсылап жуып, кептіріп аламыз. Жақсылап кептіріп алған соң салатты дайындауға кірісеміз. Егер салаттағы ингредиенттердің барлығын біркелкі етіп турайтын болсаңыздар, салатымыз әдемі болып шығады. Мен қияр мен редисканы видеода көрсетілгендей ұзыннан турап алдым, яғни соломка түрінде турап шықтым. Негізі шалғамның организмге өте пайдасы көп. Ол біздің негізінен шалғам, яғни редиска ағзаны тазартуда өте жақсы көмектеседі. Сонымен қатар ішек жұмысын жақсартуға көмектеседі, тәбетті жақсартады. Келесі кезекте біз аскөк пен көк пиязды жақсылап жуып турап алатын боламыз. Өзімізге қажетті мөлшерде салатқа аскөк пен көк пиязды қосып аламыз. Соңына қарай салатымызға тұз қосуды ұмытып кетпеңіздер, және де қара бұрыш қосуға да болады.
Бұл салатқа негізінен үй қатығын немесе майонез, қаймақ қосып, соңынан араластыруға да болады. Мен видеода екі түрлі тәсілді қолдандым. Яғни видеода көрсетілгенде бірінші тәсілінде мен үй қатығын қолдандым, екінші тәсілінде мен майонез қолдандым. Екі тәсілмен де менің салатым өте дәмді болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міне көріп тұрғандарыңыздай екінші тәсілінде мен майонез қосып араластырдым. Нағыз көктемде жасалынатын салаттардың бір түрі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Менің арнама тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Егер сіздер менің рецептім бойынша осы салатты дайындап көрген болсаңыздар, міндетті түрде достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп, қоңырау белгісін қосуды ұмытып кетпеңіздер.
Барлығыңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге банан қосылған брауни пирогын дайындайтын боламын. Бұл пирогты сіздер де менімен бірге міндетті түрде дайындап көріңіздер. Толықтай қажетті ингредиенттерді описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен видеода көрсетілгендей бананды шаңышқының көмегімен толықтай езіп аламыз. Негізі менің сіздерге кеңесім, піскен бананды алуларыңызға кеңес беремін, себебі тез әрі оңай езіледі. Бананды толықтай біркелкі массаға енгенге дейін езіп дайындап аламыз. Ендігі кезекте біз пирогтың сұйық массасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті 3 жұмыртқаны арнайы ыдысымызға салып, қантпен қосып араластырып аламыз. Бізге бұл жерде венчик қажет болады. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ақ көбік пайда болғанға дейін жақсылап араластыруға кеңес беремін. Осы уақыт аралығында сары майды микротолқынды пеште немесе водяной баняда ерітіп алыңыздар. Себебі бізге сәл суып тұрған май болу қажет. Ыстық күйінде жұмыртқалы массамызға қосуға болмайды. Жұмыртқалы массамызға шым-шым тұз қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ал енді жұмыртқалы ақ көпіршікті массамызға алдын ала ерітілген сары майды қосатын боламыз. Пирогтың дәмі сары майға байланысты екенін барлығыңызда білсеңіздер керек деп ойлаймын. Сол себепті де сары майдың жақсысын алуға кеңес беремін. 72-82% аралығындағы май болуы қажет. Міне толықтай жақсылап араластырып алдық. Ендігі кезекте біз құрғақ ингредиенттерді қосатын боламыз. Пирогымыз жақсы көтерілу үшін міндетті түрде құрғақ ингредиенттерді електен өткізіп аламыз. Сонымен қатар какао ұнтағының өздеріңізге ұнайтын кез келген түрін қолдансаңыздар да болады. Тағы да ескере кететін жайт, сұйық массаны араластыру барысында бір бағытқа қарай араластыруға кеңес беремін. Себебі екі бағытқа араластыратын болсаңыз, пирогымыз жақсы көтерілмей қалуы мүмкін. Сол себепті бір бағытқа қарай араластырып отырыңыздар. Біздің сұйық массамыз толықтай дайын болды. Енді алдын ала езіп алған бананды осы массамызға қосатын боламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Егер сізде бананның үлкен бөліктері жақсы езілмей қалған болса, лопатканың көмегімен езіп жақсылап араластырып алуға болады. Формамызға кішкене мөлшерде сары май жағып аламыз, және де дәл сондай мөлшерде ұн сеуіп алатын боламыз. Дайындап алған массамызды осы формаға толықтай құйып алып, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Пирогтың дайын болғанын ағаш таяқшаның көмегімен білетін боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз толықтай дайын болды. Енді осы пирогтың бетіне біз ганаш дайындайтын боламыз. Ганаш дайындау үшін бізге шоколад қажет болады. Бұл шоколадты біз водяной баняда немесе микротолқынды пеште ерітіп алсақ болады. Ағаш таяқшаның көмегімен пирогымыздың бетінен дәл осылай тесіп шығып, осы шоколадты ганашымызды құятын боламыз. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады.
ақ шоколадпен де дәмі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бірақ қара шоколадпен өте дәмдірек болады. Негізінен бұл пирог өте оңай дайындалады, әрі жұп-жұмсақ, өте нәзік болып шығатын пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Бетін қасықтың көмегімен әсемдеп алдым, яғни шексіздік белгісін суретін салып шықтым. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады, және де әсемдік үшін мен грек жаңғағын қолдандым. Грек жаңғағы болмаған жағдайда кокос ұнтағын қолдансаңыздар болады. Міне, пирогымыз толықтай дайын болды. Өте әдемі әрі өте оңай дайындалатын пирогтың бірі деп айтсам да болады. Міндетті түрде маған қолдау білдіріп, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Сіздерге кесілген түрінде де көрсеткім келіп тұр. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет, достар. Егер осы пирогты дайындап жатқан болсаңыздар, мені белгілеп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарияда қалдыруларыңызды сұраймын. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен тауық етінен жасалынатын қолжетімді рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рулеттің ерекшелігі, біз бұл рулетті ұнтақ жармасынан дайындайтын боламыз. Ал қалған ингредиенттерді описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Ең алдыменен ірімшікті массамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа қажет болады. 3 жұмыртқаны венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ал ендігі кезекте біз майонез қосатын боламыз. Бізге 3 ас қасық майонез жеткілікті. Майонез қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте ұнтақ жармасын қосып, тағы да венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Дәміне қарай кішкене мөлшерде шым-шым тұз қоссаңыздар болады. Егер ірімшік тұзды болса, тұз қосу міндетті емес. Келесі кезекте ірімшікті үккіштен шығарып аламыз. Осы үккіштен шығарып алынған ірімшікті енді біз жұмыртқалы массамызға қосатын боламыз. Яғни ірімшікті қосу арқылы біз ірімшікті массамыз дайын болады. Ең соңғы кезекте өзіміздің сүйікті дәмдеуіштерімізді қосамыз. Менде кептірілген аскөк пен паприка. Осы дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырып алдым. Егер сіздерге менің рецепттерім ұнап жатқан болса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, ірімшікті массамыз дайын болды. Енді осы дайын болған ірімшікті массамызды пергамент қағазына құятын боламыз. Пергамент қағаздың міндетті түрде сапасы жақсысын алуға кеңес беремін, себебі біздің ірімшікті массамыз жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті де жақсы пергамент қағаз болса, біздің массамыз жабыспай әдемі болып піседі. Менде пергамент Поклан фирмасының қағазы. Барлығын толықтай тегістеп алып, қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Ірімшікті массамыз дайын болғанға дейін біз салмасын дайындап аламыз.
Ол үшін ең бірінші біз тауық филесін ет тартқыштан өткізіп аламыз. Тауық филесін дайындап алған соң, біз дәміне қарай тұз, қара бұрыш және паприка, сонымен қатар өзіміздің сүйікті дәмдеуіштерімізді қоссақ болады. Өз қалауларыңыз бойынша салмасына пияз қоссаңыздар да болады. Мен ұнатпағандықтан қоспаймын. Ал ендігі кезекте осы салмасын дәмдеуіштерді қосып алған соң жақсылап араластырып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің ірімшікті массамыз толықтай дайын болды. Енді осы ірімшікті массаны біз толықтай суытып аламыз. Пергамент қағазы өте жақсы болғандықтан менің ірімшікті массам жабысқан жоқ. Және де осы тауық етінен жасалынған салманы ірімшікті массамыздың бетіне толықтай жағып шығамыз. Өте оңай әрі тез дайындалатын, сонымен қатар қонақ күткенде де дастарханның көркін ашатын тағамның бір түрі болып табылады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Соңынан кішкене мөлшерде осылай бетіне сұйық май қосып жіберсеңіздер болады. Егер сіздер пияз қоспаған жағдайда осылай сұйық май қолдансаңыздар болады. Ал ендігі кезекте біз видеода көрсетілгендей рулетті орайтын боламыз. Қызып тұрған пеште 35-40 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Дәл видеода көрсетілгендей бетінен пергамент қағазын жауып ораймыз. Фольга қағазымен орауға да болады, бірақ бұл әдіспен де біздің рулетіміз өте дәмді болып шығады. Дәл осы күйде духовканың листіне орналастырып пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің рулет толықтай дайын болды. Ыстық күйінде ыстық тағам ретінде де ұсынсаңыздар да болады. Көріп тұрғандарыңыздай бұл рулет ыстық күйінде де өз формасын сақтайды. Егер сіздерге менің бұл рецептім ұнаған болса, менің арнама міндетті түрде тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.